Баршаңызға ассалаумалейкум достар, бүгін муравейник тортының рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен кружкасына майға жұмыртқа қант салып, бұның бәрін жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса шығуы қажет. Ұнымызға қопсытқыш салып, бұның бәрін сұйық массаға біртіндеп қоса отырып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, мұздатқышқа 10 минутқа қоямыз. Барлық бөлік қамырларымызды теркадан өткізіп шығамыз. Крошкамызды 180 градуста 20-25 минут дайындаймыз. Дайын болған крошкамызды осылай үгітіп шығамыз. Торттың креміне вареный сгущенканың үстіне сгущенка қосамыз және бүкіл крошкамызды креммен бірге жақсылап араластырамыз. Крошкамыз бен креміміз бір-біріне жақсы араласуы қажет. Енді тортымызды тәрелкенің үстіне төңкереміз және де қолмен муравейник формасын береміз. Қалауларыңызша үстіне мак сепсеңіздер болады. Мінекей достар, біз муравейник тортымыз дайын. Ол өте дәмді болып шықты және бұл торт өте тойымды. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Ал егер осы видеоны лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумалейкум.